Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді болып, жұмсақ болып шығатын және өте тез дайындалатын брауни пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Барлық толық рецепттерді грамдарымен төменге жазып кетемін. Содан соң шекерімізді саламыз. Содан соң какаомызды салып, газымызда ысытатын боламыз. Қайнатпаймыз, тек ысытамыз. Осылайша отымызға қойып, араластырып отырамыз. Бізде осындай сұйық масса болуы керек. Қатты қайнап кетпеуі керек, тек қатты етіп ысытамыз болғаны. Содан соң суытып қоямыз. Келесі бізде қалған құрамдарды барлығын грамдармен өлшеп аламыз. Таза ыдысымызға шекерімізді саламыз. Содан соң 3 жұмыртқамызды салатын боламыз. Мінекей жұмыртқаларымызды салдық. Ендігі кезекте миксердің А жылдамдығынан жайлап көтере отырып миксерлейміз. Біздерде мінекей осындай масса шығады. Кішкене ағару керек. Көп қатты миксерлеудің қажеті жоқ. Содан соң жаңағы какаолы қоспамызды қосамыз. Содан соң тағы да араластыратын боламыз. Оны да көп ұзақ араластырмаймыз. Тек барлығы біркелкі болғанша араластырсақ жетеді. Келесі ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салсаңыз жақсы. Бұл да бисквитіміздің жақсы көтерілуіне әсер етеді. Миксердің ең аз жылдамдығында араластырып аламыз. Барлығы біркелкі болғаннан кейін ең соңында шемекі майымызды қосып, тағы да массамыздың барлығы біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мінекей, осылайша біздің массамыз дайын болады. Дайын массамызды формамызға пергамент қағазын төсеп қойсаңыз болады. Және де біздің пирогымыздың беті жарылып кетпеу үшін қасықтың көмегімен ауаларын шығарып жіберетін боламыз. 80 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскенін шпажка арқылы тексереміз. Біздің шпажкамыз кішкене дымқылдау болуы қажет. Ендігі кезекте біз ганажымызды дайындаймыз. Келесі кезекте біздер пирогымыздың бетіне ганаж дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге өзіңіздің қалауыңыз бойынша қалаған шоколадыңызды алып, содан соң үстіне сары май қойып, отта араластыра отырып ертіп аламыз. Мінекей, осылайша шоколадымыз бен майымызды ертіп алып, мұқият араластырамыз. Осылайша пирогымыздың үстіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Осылайша біздің дәмді пирогымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Егер де менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Рахмет, көп ас болсын.